Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, менің атым Анар Хасенова, Алжир мұражайының қызметкерімін. Өздеріңіз білетіңіздей, Ақмола лагерінде жазығы жоқ халық жауының жұбайлары 5-8 жыл отырған. Кінәсіз мыңдаған аналар, арулар, әжелер, жас қыздар кеңестер одағының түкпір-түкпірінен осы Ақмола жеріне айдалды. Соның ішінде қазақ аруы Тыналина Зағипа Садуақасқызы. Тыналина Зағипа Садуақасқызы 1911 жылы Қарағанды облысы Вишневский ауданының Бабай ауылында дүниеге келген. Ұлты қазақ. 1932 жылы коммунистік партияның мүшесі болған. 1930 жылы Петропавл қаласындағы педагогикалық техникумын бітірген. 1930-33 жылдары Петропавл қаласындағы өндірістік қаржы техникумында оқып жүрген кезде комсомолдың аймақтық комитетінің жас пионерлер бөлімін басқарған. Кейін аймақтық тұтыну одағының басқармасы мүшесі болып сайланды. Тұтыну одағында жұмыс істеп жүрген уақытта Ақмола облыстық комсомол басқармасы комитетінің мүшесі болды. 1933-36 жылдары ВЛКСМ коммунистік қазақ аудандық комитет ұйымында балалар бюросының төрағасы қызметін атқарған. 1936-37 жылдары ВЛКСМ Алматы облыстық комитетінде екінші хатшы болған. ВЛКСМ қазақ аудандық комитетінің бөлім бастығы, қазақ орталық атқару президиумының референті қызметін атқарған. 1937 жылы сәуір айында жолдасы Әлібаев Абат тұтқындалды. Тұтқындалғанға дейін ол қазақ мемлекеттік баспасының директоры қызметін атқарды. Мәлімет Зағипа Тыналинаның «Мы были счастливы» трудом мақаласынан алынған. Тыналина Зағипа Садуақасқызы 1938 жылдың 10 маусымда КСРО НКВД жанындағы ерекше кеңесінің шешімімен 3 жыл бас бостандығынан айырылды. 1938 жылдың 7 қазанында Алматы қаласының түрмесінен Ақмола лагеріне әкелінді. Карлактан 1941 жылдың 10 сәуірінде босатылды. 1941-56 жылдары облыстық кинофикация бөлімінің іс жүргізуші, шаруашылық меңгерушісі, директор орынбасары, директор, Ақмола драма театрының администраторы, басшы орынбасары, Ақмола облысы және Целинный аумағындағы мәдениет басқармасының инспекторы қызметін атқарған. 1956 жылы ақталды. 1963 жылы еңбек демалысына шыққанымен Целинный сарайында кадр бөлімінде жұмысын жалғастырды. 1964 жылы революциялық салт дәстүрді насихаттау Жас коммунистік лигасының ардагерлер кеңесінің мүшесі. 1967 жылдан республикалық құндылығы жоғары бірінші зейнеткер. 1998 жылы Алматы қаласында қайтыс болды.